Тәуелсіз елдің негізгі тірегі білімді ұрпақ. Білімдінің алға түсіп, бәйгеден озып келетін заманы енді туды. Елімізде білім беру саласына өте жоғары талап қойып отыр. Біздегі білім беру жүйесі Қазақстан мектебінің түлектері өз білімдерін әлемдік оқу орындарында әрі қарай кедергісіз жалғастырып әкететіндей дәрежеде бәсекеге қабілетті, жоғары сапалы болуға тиіс. Осы орайда цифрлы Қазақстан бағдарламасы негізінде және жаңартылған білім мазмұны шеңберінде біз болашаққа нық сеніммен қадам баса алатын, жаһандану заманының барлық талабы мен талғамына жауап бере алатын оқушы тәрбиелеуіміз қажет. Мұндай жаңару озық білім мен құзыреттіліктің бастамасы деп білеміз. Біздің буын керемет уақытта дүниеге келіп, өмір сүріп жатыр. Себебі біз тәуелсіз елде туып, еліміздің жыл санап саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрғыдан нығайып келе жатқанына куә болып жүріп, оған өз үлесімізді қосу мүмкіндігіне ие болдық. Ал сапалы білім беру үшін жаңа үлгілі мектеп пен табысты мектеп басшысының жаңа бейнесін қалыптастыру заман талабы болып отыр. Жамбыл ауданы Баймырза Беспаев атындағы мектеп гимназияның директоры Сыздықова Гүлнара Құрманалы қызы білімді де білікті басшылардың бірі. Біздің мектеп гимназия мұғалімдерінің жинақталған білім тәжірибесі оқушыларға көмек беруге және әр істі тыңғылықты атқаруға жұмылдыруға жұмсалады. Олар барлық ой мен қиял әрекетіне ақыл дәндеу, нұр құятын, тынымсыз жалын иелері. Біздің мұғалімдер жаңашыл, жарқын, жалынды, жарқын болашаққа жол сілтеуші аяулы жандар. Сыздықова Гүлнара Құрманалы қызы Баймырза Беспаев атындағы орта мектепке 2017 жылы тамыз айынан бастап келді. Ол басшы болып келгеннен мектептің проблемасын тауып, басымдықты анықтаудан бастады. Ең бірінші мектеп ұжымына сауалнама алды. Сауалнама нәтижесі мұғалімдердің 68% жаңартылған білім мазмұнына көшуде, оқу мақсаттарымен жұмыс жасауда, қалыптастырушы бағалауды жүргізуде, дескриптор құруда қиналатынын айтқан. Сондықтан да Гүлнара Құрманалы қызы мектеп әкімшілігімен бірлесе отырып мектептің тақырыбын басымдыққа сай етіп, орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында мұғалімдердің оқыту тәжірибесін жетілдіру деп алды. Наша школа-гимназия – это жизненная ступень нашего развития. Время, проведенное в школе, время, потрачено для новых знаний. Познание нового, время, когда мы развиваемся как личность с помощью преподавателей и набираем опыт для восхождения на следующие ступени жизни. Гүлнара Құрманалы қызы табыстың формуласы басқару қағидаларынан тұратынын анықтай отырып, төмендегі формулаларды ұсынды. Біріншіден, алдын ала болжау, болашақты көре білу және стратегиялық жоспарлау. Екіншіден, ұйымдастыру, кәсіпорынның материалдық және әлеуметтік негізін құру. Үшіншіден, басқару, білім беру ұйымының қызметкерлерін шынайы әрекетке жұмылдыру. Төртіншіден, үйлестіру, барлық күш-жігер мен әрекетті байланыстыру, біріктіру. Бесіншіден, бақылау, іс-әрекеттің қабылданған ережелер мен қаулыларға сәйкес жүргізілуін қадағалау. The student's knowledge is from the teacher. Pupils of our school take good quality of education. It is well known that to teach the new generation is the duty of every teacher, and to educate the eternal elders of the eternal country. Our teachers are skilled and hard-working educators who are practically working in this way. Ұжымда өз ісінің шебері, беделді ұстаздар, тәрбиелеген шәкірттер республика, халықаралық, облыстық, аудандық сайыстарда жоғары нәтижелерге жетіп, мектеп мерейін асқақтатуда. Қалмаханова Айгүл Базарбайқызы республикалық педагогикалық идеялар фестивалінде 3-ші орын, облыстық үздік портфолио байқауында 1-ші орын, облыстық үздік авторлық бағдарлама байқауында 2-ші орынды иеленді. Әбдіқадыров Рысбек республикалық болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында спорт денсаулық кепілі байқауынан 3-ші орын. Жаппарова Гүлбану облыстық үздік авторлық бағдарлама байқауында 3-ші орын. Сырғабаева Толқынай облыстық өзін-өзі тану пәнінің шығармашыл педагогі атты байқауда 3-ші орынды. Алменов Дәурен облыстық
100 метрге жүгіру Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің 26 жылдығына және Ұлы Отан соғысының 73 жылдығына арналған бастапқы әскери дайындық пәнінің оқытушы ұйымдастырушылары арасында өткізілген 14-ші байқауында 2-ші орынды иеленді. Сонымен қатар мұғалімдердің еңбектері түрлі баспа беттерінде де шығарылып, жыл бойы мұғалімдердің жеткен жетістіктері үшін марапаттар алуда. Мектепте 2 басшы 9 айлық курсты, 7 мұғалім 1-ші деңгейлік, 3 мұғалім 2-ші деңгейлік, 7 мұғалім 3-ші деңгейлік курсты оқыған. Гүлнара Құрманалықызы мұғалімдермен бірлесе отырып, мектептің дамыту жоспарын жасады. Онда басымдықты мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттыруға берді. Сол бойынша белсенді жұмыстар жүріп жатыр. 2-ші нысанаға алынған жоспары мектеп ғимаратын күрделі жөндеуден өткізіп, мектептің материалдық базасын толықтыру болатын. Биыл мектеп ғимараты толық жөндеуден өтті. Мектепке арнайы жабдықталған химия, робототехника кабинеті және бір интерактивті тақта, 9 кабинетке проектор экранымен келіп толықты. Қорыта келе, Гүлнара Құрманалықызы өзінің жоспарланған жұмыстарын табысты жүргізіп, оң нәтижесін беруде. Оның дәлелі ретінде мектеп гимназияның соңғы жылдардағы жетістіктері бірден-бір дәлел болып отыр.